Оңтүстік Қазақстанда қызыл кітапқа енген дуадақтар еркіндікке жіберілді. Даланың ерке құстары Біріккен Араб Әмірлігінде арнайы тұқымбақта өсірілген. 2000-ға жуық дуадақ оңтүстіктегі Қызылқұм өңірі мен Бетпақдалаға ұшырылды. Бұдан бөлек сұлу қанаттылар Маңғыстау өңіріне де жіберілді. Бұл дуадақтың жиек деген түрі. Табиғат қорықшылары мен ғалымдар тұқымы құрып бара жатқан дала құсын осылайша көбейтпек ниетте. Айта кетейік, жылдар бойы тәжірибе жасаған мамандар құстарды дәл қазіргі уақытта еркіндікке жіберуді тиімді санайды, өйткені құстардың қазір жұмыртқа басып шығаратын кезі. Әрі балапаны тез жетіліп үлгеретінін айтады. Бұған дейін де дуадақтар Бетпақдалаға ұшырылған, бірақ мұншалықты көп көлемде алғаш рет жіберілуі. Мамандар ерке құстар оңтүстік жеріне тез бейімделіп кететініне сенімді. Құстардың қайда ұшып жүргенін Абу Дабидегі арнайы орталық арқылы бақыланып отырады. Бұл үшін құстардың әрқайсысына спутниктік радио қабылдағыштар бекітілді. Олар дуадақтардың тіршілік етуіне еш кедергі болмайды.